Баршаңызға қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен қазақ халқының ұлттық тағамы бауырсақ пісіретін боламыз. Өте дәмді, жұп-жұмсақ және тез көтеріледі. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, менің рецептім бойынша пісіріп көрсеңіздер болады. Ең алдымен аппара дайындап аламыз. Ол үшін 3 ас қасық ашытқын салып аламыз. Оған 1 ас қасық қантты саламыз. Үстінен кішкене жылы су құйып, жақсылап араластырып, бетін жауып қоямыз. Бұл аппарамыз көтеріліп, қамырға қосқанда өте тез көтеріледі. Енді қамырымызды алдын ала електен өткізіп дайындап аламыз. Сонан соң жылы суға 1 ас қасық тұзды салып араластырып аламыз. Енді ұнымызға күнбағыс майын қосып, аппарамызды саламыз. Сонан соң суымызды қосып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз жұмсақ болу керек, қатты қамыр илемейміз. Сонда бауырсағымыз жұп-жұмсақ, керемет болып піседі. Және де қамырларымыз жұмсақ болса, тез көтеріледі. Ыдыста ыңғайсыз болса, осылай дастарханға салып, жақсылап қамыр илеп алсаңыздар болады. Қамырымыз дайын болды. Енді оны ыдысқа салып, бетін кішкене басып, жауып қоямыз. Міне енді шамамен 1,5-2 сағаттай тұрды, көтерілді қамырымыз. Енді бұны тағы да илеп бастырамыз. Қамырымызды енді кішкене бөліктерге кесіп, бауырсақтың көлемін жасайтын боламыз. Бауырсақтарды осындай әдіспен кесеміз. Топ-томалақ әдемі болып шығады. Әр өңірде негізі бауырсақ әртүрлі болып істейді. Кейбіреулер стаканмен ойып жатады. Маған осы әдіс көбірек ұнайды. Және тез дайындалады. Достар, менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетіңіздер. Және де комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Қоңыраушаны да басып қойыңыздар. Сонда менің видеомды бірінші болып көретін боласыздар. Және де осы қазақша контенттің дамуына үлес қосыңыздар. Бауырсағымызды кесіп алдық. Енді бетін жауып, кішкене көтерілген тосамыз. Міне осындай болып көтерілді. Енді майымызды қыздырып, бауырсақтарымызды пісіретін боламыз. Бауырсақтарды пісіргенде астын қатты қоймаймыз. Баяу отта пісіргендеріңіз жөн, сол кезде көтеріліп, осылай әдемі болып піседі. Қатты отта піссе арасы шикі болып қалуы мүмкін. Осылай көтеріліп пісу керек.
арасы жарылып, екінші жағын ауыстырып пісіріп аламыз. Бауырсақтарымыз дайын болды. Енді майынан сұйылтып аламыз. Міне осындай бауырсақтар дайын болды. Өте жұмсақ. Арасы да жақсы көтерілген. Видео ұнаса тіркеліп, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.